Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Тұяқ Адина. Мен нөмір 2 Шоқан Уәлиханов атындағы жалпы білім беретін мектеп коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 10-шы Ә сынып оқушысы Тұяқ Адина. Менің сүйікті кітабым «Теңіз қорқауы». Джек Лондонның кітабы болып табылады. Жалпы автордың өзі жайлы айтып кететін болсам, Джек Лондон негізінен бала кезінен бастап өмірдің тауқыметін тартып келген өте мықты тұлғалардың бірі болып табылады. Ол кішкентай кезінен бастап әртүрлі қоғамдық орталардан қорлық көріп, ол әртүрлі матростарға жұмыс жасап, сонымен қатар өмірлік тәжірибе қалыптастырады. Және де бұл Джек Лондонның негізі фамилиясы, ол оның өгей әкесінен қалған ең негізгі мұрасы болып табылады. Джек Лондон негізінен әдебиетшілердің ішінде өмір тарихы ең бай жазушылардың бірі болып табылады. Және де оның көптеген жазған шығармалары да дәл осыған саяды. Негізінен менің оқыған кітабым бұл «Теңіз қорқауы» болып табылады. Жалпы негізі кітап бойы біз бір ғана кейіпкердің өмірімен жете танысатын боламыз. Ол кейіпкердің есімі Қорқау Ларсон. Жалпы Қорқау Ларсонның не үшін олай аталғанын түсіндіре кететін болсам, Қорқау Ларсон, яғни ол теңіз қорқауы деген атпен тікелей байланысты болып табылады. Яғни ол жерде кейіпкердің теңіз қорқауындай көптеген қиындықтармен бетпе-бет келсе де өз-өзіне ешқашан мойымаған, өмірдің қаншама қиын сәттерінде өзін әрдайым басын биік ұстап, әрдайым ең мықты дәрежеде өнер көрсеткендігі үшін дәл осы кейіпкерді бізге кітап бойы өмірін көрсететін болады. Және де онымен қатар бізде көптеген қосалқы кейіпкерлер бар. Солардың ішінде ең негізгісі ол бізде Мод Брустер және де Хэмп болып табылады. Хэмп негізінен дәл осы кейіпкермен бізді таныстыратын ең негізгі кілт болып табылады. Яғни осы кейіпкердің өмірімен танысатын болсақ, жас жазушы негізінен теңізге саяхат жасау барысында Сан-Францискоға кету үшін матростар іздеп жүреді. Және де ол байқаусызда дәл осы Қорқау Ларсонның кемесіне түсетін болады. Одан соң әрі қарай оның басынан өткен қиындықтары, жазушылардың қаншама қиындықтан өте келе, сонымен қатар өзінің әртүрлі салада шыңдауы жағынан кітап бізге баяндайтын болады. Және де Мод Брустер туралы айта кететін болсам, Мод Брустер ол Хэмптің сүйіктісі болып табылады. Ол яғни ұзақ уақыт бойы өзінің сезімін білдіре алмай, ақыр соңында екі қос ғашық табысатын болады. Дәл осында тек қана батылдық пен адалдық қана емес, қос ғашықтың өмірге деген сүйіспеншілігінің арқасында бір-бірінің махаббатын тапқандығы болып табылады. Сонымен қатар бұл жердегі ең негізгі кейіпкеріміз біздің Қорқау Ларсон, ол ең соңында қайтыс болады. Әлбетте өкінішке орай оның қазасы көпшілігіне жақсылық алып келе бермейді. Десек те дәл соңында бұл жердегі ең маңызды екі кейіпкеріміз өз махаббатымен күресіп, соңында ол қиындықтардың барлығын жеңу арқасында өз дегендеріне қол жеткізеді. Яғни менің бұл кітаптан түсінгенім, өмірде қаншалықты қиындық келсе де оған мойын сұнбай, әрдайым басын тік көтеріп жүру керек. Сондықтан да кез келген қиналған сәттерде дәл осы кітапты есіме алатын боламын деп мен толыққанды айта аламын. Және де бұл менің ең сүйікті кітаптарымның бірі болып қана қалмақ.